Сәлем, сізде пайдалы әдеттерің бар ма? Жоқ болса, бізде өте көп. Біз жастар жастар қанаты елордалық сауда-саттық орталықтарында пайдалы әдеттермен бөлісеміз. Бұл әр адамның өзінің таңдаған әдеті, өзінің әлеуметтік жауапкершілігі ретінде болады. Және де біз берген осындай трекерге бір ай бойы белгілейтін адамға, әлеуметтік желіде ең белсенді адамға бізден сыйлық. Олай болса кеттік, бізбен бірге болыңыз. Я утром просыпаюсь очень рано и ложусь вовремя. В тетради. То, что я читаю про саморазвитие из хороших привычек. Например, тайм-менеджмент. У меня есть ежедневник, куда я записываю все, что нужно сделать. Өзіңіздің пайдалы әдетіңізді таңдауға болады былай. Таңертең бір сәттік. Таза ауада серуендеу. Жануарларды тамақтандыру. Таза ауада серуендеу дейді. Уақытты тиімді өткізу дейді. Пайдалы подкаст тыңдау. Тек белгіленген жерден ғана өту. Тіл курстарына қатысу. Белгіленген жерден ғана өту. Тут, получается, в течение месяца вы будете ставить галочки и отмечать. Это 100 полезных привычек, акция наша. Мысалы, ерте тұру, таңертең бір стакан су. И мынау таңертең бір стакан сумен всегда қалыпты. Дұрыс тамақтану, Тамақтану, энергетик ішесіз. Ну, анда-санда ғой. Қайттық! Но если здесь нету ваших желаемых привычек, вы можете вот здесь написать и отмечать в течение месяца. Самым активным участником будет от нас подарок. Можете нас отмечать, мы будем видеть. И закидывайте нам обратную связь.